Армысыздар, 24 кезет арнасында мәдениет жаңалықтары. Студияда Алтынай Нүгербек. Алдағы 5 минут ішінде мен және менің әріптестерім сіздерге мәдени өмірдің басты жаңалықтарын жеткіземіз. Астана операның шығармашылық ұжымы жарқын концерттік бағдарламамен ерекшеленді. Театрдың мәрмәр залында көрермендерге Чайковскийдің Евгений Онегин операсынан лирикалық әуендер орындалды. Толығырақ келесі сюжетте. Астана опера елордалық көрермендерді тамаша концертімен қуантудан еш жалықпайды. Сондай соңғы жарқын бағдарламалардың бірі театрландырылған «Ужель та самая Татьяна» кеші. Концерт қонақтары керемет кешті тамашалап қана қоймай, Петр Чайковскийдің Евгений Онегин операсындағы көрсетілімнің қатысушылары атанды. Театрдың музыкалық басшылығы бастамасымен ерекше жоба дайындалды. Оның мақсаты мәрмәр залдың акустикалық мүмкіндігін басым түрде пайдалану. Кеш артистердің жарқыраған нөмірлерімен және заманауи техниканы көркем түрде пайдалануымен есте қалды. Очень интересная деталь, то, что оркестрдің сахна сыртында болғаны өте қызықты жағдай, яғни солистердің алдында емес, артында, ал дирижер болса көрермендер жаққа қарап тұр. Мұндай бұл күнге дейін болған емес. Телевизия арқылы мониторда көрінеді, алайда оны солистер көргенмен көрермендер көрмейді. Солистердің театрландырылған қойылымдары хор орындаушыларымен алмасып отырды. Спектакльдің барлық атрибуттары сақталған. Тек айта кету керек, Петр Чайковскийдің операсы жаңа түрде орындалды. Көрермендерде болып жатқан картинаның ерекше куәгері атанды. Мәселен, Ленский мен Онегиннің дуэлінде Евгений өз қарсыласына көрермен залының ортасынан оқ атты. Сонымен қатар, Ларин үйінде өткен балда пайда болған би буы да тамаша көрініске ұласты. Театрдың мәрмәр залды шығармашылық ұжым өте сәтті әрі керемет қолдана білді. Сондай-ақ концерт ұйымдастырушылары арнайы стерео панорама жасады, яғни дыбыс толығымен залды қамтыды. Бірінші нөмір балконнан басталды. Сонда ерекше дыбыс пайда болды. Көрермендер оны көрмейді. Сахнада ештеңе болмайды. Осылайша қызықты болмақ. Ал қалған туындыларды олар сахнада театрландырылған костюмдармен орындайтын болады. Бұл күні өнерсүйер қауымның алдында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Айгүл Ниязова, Талғат Мұсабаев және Дина Хамзина өнер көрсетті. Аталған есімдермен бірге Ескендір Абжанов, Мейір Бейнешев, Нарул Тойкенов және Гүлжанат Сапақова да сахна төріне шықты. Ерекше қошеметке бөленіп, барлығына өзінің ерекше даусымен таң еткен Башқұртстан елінің еңбек сіңірген қайраткері Артур Қайыпқұлов. Шетелдік мәдениет пен өнер әлеміндегі ең маңызды ақпараттарды біздің оқиғалар дайджест айдарынан көре аласыз. Еуропада 19 ғасырдың аяғы көркемдік керамиканың пайда болуымен ерекшеленді. Бұл жағдай сол кезеңдегі қыш заттарын жасаушы шеберлермен байланысты. Олар дәстүрлі мектептің қайта жаңғыруын қалады. Бұл ретте олар нағыз өнер туындыларын жарыққа шығаруды қолға алды. 1970 жылы танымал коллекционер кіші Роберт Эллисон еуропалы атақты қыш заттарын жасайтын мамандардың басын қосты. 1880-1930 жылдар жасалынған үздік керамикалық үлгілер дәл осы Робертке тиесілі. Автор арасында Поль Гоген, Эрнест Чилет, Пьер Эдриен Дель Пьере және тағы басқаларда бар. Өткен күндері Метрополитен мұражайы кіші Роберт Эллисонның топтамасынан 76 өнер туындыларын иеленді. Аталмыш жұмыстардың барлығы 521 галереяға қойылды. Нью-Йорк қонақтары мен тұрғындары экспозицияны 2015 жылдың 15 наурызына дейін тамашалай алады. Өміріңізді тек қызықты оқиғалар мен жақсы жандардың ортасында өткізіңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыз. Аман саулықта қайта жүздескенше.